16 жасында қыз шынынан үзілген Шерзат Болаттың ісі бойынша сот бүгін жалғасып жатыр. Қандай өзгеріс бар? Бүгінгі сот отырысында куәгер ретінде танылған Эльмира Нұрбековадан куәлік алу әрі қарай жалғасты. Ол төбелес болған жердің қараңғы болғанын айтса, адвокат Мейірбан Шекеев ол жердің жарық болғанын дәлелдеуге тырысты. Сонымен қатар куәгер 5 қазан күні Абзал Шынасылдың Шерзатқа пышақ сұққанын нақ айтқан еді, ал бүгін есінде жоқ екенін мәлімдеді. Шерзаттың Абзалдың қай жерде адам денесінің қай жерінен пышақ сұққанын дәлме-дәл айтып бердіңіз. Айтыңызшы, сізге ол қайдан белгілі? Ол сұраққа жауап берді ғой өткен сот отырысында. Ол сұрақ қойылған жоқ. Қойылды. Мен сұрағымды әлі аяқтаған жоқпын. Мен соттың материалын зерттеген кезде қарашаның 11-інде ғана сараптама шыққан. Сол кезде ғана біз білдік, өйткені барлық адамдар ойлады, әлеуметтік желіде де солай тарады. Жүрекке тағылды деп. Комментировать етудің қажеті жоқ бұл жерде. Мен сұрағымды нақтылап едім, құрметті сот, түсінікті болу үшін. Осыған жауап беріңізші. Мүмкін сіз айтасыз, мен көрген жоқпын, білген жоқ. Бірақ Шерзаттың денесіне сол жерден тығылған пышақ солай болған біреу айтты ма сізге, или өзіңіз солай жауап бердіңіз бе? Вы видели или кто-то вам сказал, как там воткнули в Шерзат? 5 қазан күні сіз дәл айттыңыз. Нет, господин судья, на тот момент, получается, у нас нас задержали когда? Мы, получается, 2 дня без сна и без всякой вот, даже покушать у нас времени не было. И, получается, мы находились в РОВД. И около 100 человек нас допрашивали на тот момент. И, честно сказать, я толком даже и не помню, о чем они допрашивали, потому что я говорила им на русском языке, и как они переводили на тот момент, мне как-то было вот не до этого. Честно, я, главное, расписалась, потом, получается, главное, чтобы домой уехать. Оқиғадан кейін бізді 2 күн қатарынан сол жерде ұстады, тамақсыз, ұйқысыз, және 100-ге жуық адам бізден сұрады, ол жерде жауап алды. Сондықтан мен жауапты орысша бердім, олар қазақша жазды. Ол жерде мен басты мақсатым қол қойып, тез үйіме қайту болды. Құрметті сот, мен бейне жазбаға сүйене аламын ба қазір? Сол жауап алу күні болған. Жақсы. 10-шы күні куә қазақша жауап берген, қорғаушының қасында отырып. Түсінікті. Куәгер жерде жатқан денені көріп, ештеңе істей алмай қалған. Оның айтуынша, мұндай жағдайға ол бірінші рет тап болған. Бірінші рет сондай нәрсені болды. Жұмысшар дейсіз? Баланы ары қарай? Жоқ, баланы ұстап тартқан кезде, сол баланы мен қарапқадағы баланы ұстап қойсаңдаршы деп тартқан кезде көрдім да, и все, на месте ступором осталось. Ничего не могу не сказать. Сөйтіп өзімді жаман сезініп тұрып қалдым. Абзал деген ұрғатқанын көріп тұрып, потом меня за руку, за кисть кто-то схватил в сторону машины. В сторону машины повел. Так то. Точно, я была в шоковом состоянии, я точно не знаю, кто именно. Может, я Абзал. Шерзаттың әкесі Қажыбай Нұрмов пен куәгер Эльмира Нұрбекова беттестіруде бір-бірінің сөзін жоққа шығарды. Басқа әрекеттерін көрдіңіз бе? Байқамадым. Есік ұстап тұрғаннан білем, есік алдына шығыс азамат деген қолдан пышағы болды, осылармен шығатын емес кедергі болды. Кейін 2 қыздың біреуі Равиль деген жігітке бірден келіп берді. Мен нақты сол 2 қыздың бар екенін білем, қайсысы екенін, не бергенін мен байқамадым. Қорғауға құқық уақытта сіз жәбірленуші Нұрмовтың жауабын естідіңіз бе? Келісесіз бе жауабын? Айтыңызшы өз жауабыңыз. Біз тоқтадық магазинде, балалар бірінші шықты. Содан кейін 5 минуттан кейін біз шықтық, Дана екеуміз. Дана екеуміз шықтық та магазинге кірген кезде 2 бала ішінде уже тұрды. Мен оларды танымай білмеймін. Сол кезде
сол кезде мына кісі бізге қарап тұрды да, содан мен аға темекі сатасыз ба деп сөйттім. Бұл кісі тұрды да, ашуланып тұрған, негізі солармен сөйлесіп тұрған. Сосын бұрылды да, бір-екі шақ алдыларды жасап, қайтадан бұрылды да, жоқ ештеңке сатпаймын, шығыңдар магазиннен. Қазір малтағымды алып шығамын да, атам сендерге деп. Жарайды деді да, бұрылып шығып кеттік. Эльмира Нұрбекова шок күйде болдым, қазақша түсінбедім дейді. Бүгінгі берілген жауабы мен бұрын берілген жауабы сәйкес келмейді. Прокурор куәгер Нұрбековадан сөйлеп жүрген тіліңізді ұмытып қалдыңыз ба деп нақты сұрақ қойды және Абзал Шынасылдың әрекеті туралы сұрады. Сондай-ақ Эльмира Нұрбекова мылтықты алып шыққан Ғайыпбаев Нұрғанат екенін айтты. 161 парақтың басында сіз ол жерде нақты айтқансыз, бала жерде жатқан болатын және үсті қанған болды. Содан бала ішімен жатқан кезде Абзал қолында пышағымен арқа жағынан ұрып жатқанын көрдім деген нақты жауап берген тергеу кезінде. Осы жауабыңызды қолдайсыз ба? Вы поддерживаете свои эти показания? На тот момент, я же говорю, я не помню, что да как. Я в основном и на русском говорила, и на казахском говорила, и нас туда-сюда водили. Ол кезде нақты есінде жоқ, орысша, қазақша араластырып бердім. Куә, сіз қазір тағы да міне қорғаушы тараптар ренжиді. Тағы да сіз мәжбүрлеп тұрсыз сол сұраққа бізге қайтып келуге қазір. Тергеп тексеру амалдарын жүргізіп жатқан кезде жаңа беттестіру кезінде де бейне түсірілімге сәйкес сіз қорғаушының да тергеушінің де сұрақтарын қазақ тілде қойған. Сіз түсініп анық жауап беріп отырсыз өзіңіз. Ал қазір сотқа келіп айтасыз, мен қазақша түсінген жоқпын деп. Я сказала, я хочу на русском говорить, но на казахском получается. Мен сізге айтып тұрған жоқпын, Я понимаю на қазақша орысша сөйлеп казахском. деп, сіздің құқығыңыз ол, сізге төрағалық етуші сот рұқсат берді. Мен сол сәтті айтып тұрмын. Қалай сіз алдын ала тергеу кезінде берген жауаптарыңызды түсінген жоқпын деп айтасыз. Хаттамада барлық жауаптар сіздің сөзіңізбен басылған. Там написано. На тот момент, я же говорю, нас 2 дня там в РОВД держали. И мы были уставшие, мы не ели, не пили, по каждым кабинетам нас таскали. Аяғына дейін жауап берсін, сұраңыз. По каждым кабинетам нас таскали. То один забирал, допрос сделал, то второй забирал, допрос сделал. На тот момент, я честно говорю, я не помню, как и что они писали. Мне главное было до дома, чтобы добраться. Аударма жасаңыз. Ол кезде бізді кабинеттен кабинетке сұрады, жауап алды дейді. Не айтқаным есімде жоқ. Маған сол кезде тез үйге қайту керек болды. Куә Нұрбекова, сонда сіздің айтуыңыз бойынша шок жағдайда болмаса полиция бөлімшесінде отырған адам өзінің сөйлеп жүрген тілін ұмытып қалады ма? Нақтылап қойыңыз сұраңызды. Мен нақты сұрақ қойдым. Сұрағын Адам тастау, өзінің келесі тілін сұрақ. ұмытып қалады ма күнделікті сөйлеп жүрген Келесі белгілі сұрақ. бір жағдайға байланысты? Не айтасыз жаңа хаттамаға байланысты? Абзал қолында пышағымен арқа жағынан ұрып жатқанын көрдім деген сөзіңізді. Что скажете? Қорғаушыңызға қарабай өзіңіз жауап беріңізші. Свои показания. Я свои показания и там же давала то, что я не видела в руках, потому что у него рука большая была, и я точно не видела, я видела, как он бил его, но именно был ли у него в руках ножик, либо нет, я этого не видела. Если бы я видела, я бы сказала, там был, да, ножик, но на самом деле я не видела, я клянусь, я не видела. Куәгер 4 баланың анасы. Ол 102-ге хабарласуға қорқып, суық қаруы бар ер адамдармен жүруге қорықпаған ба? Прокурор бұл туралы әрі қарай бірнеше сұрақ қойды. Куәгер Нұрбекованың жауабын тыңдап көрейік. 4 баланың анасы жаңа өзіңіздің бейне түсірімде де сіз айттыңыз. Я? Сол сәтте жерде жатқан баланы көргенде анасы деген шырылдап жан айқайын айтып жатыр, балаларымды өлтірмеш, баламды көмектеш деп. Сол кезде сіздің ішіңізде бір аяушылық сезім пайда болмады ма? Сонда аналық Я на тот момент не видела. Мемлекеттік айыптаушы. Я и так-то Бұл застыла сұрақтарды там. мемлекеттік айыптаушы. Я и так-то застыла. Я никогда в жизни такого не видела. Для меня это был шок. Увидеть человека на полу. Келесі сұраңыз. Жақсы, шок жағдайында қай сәтте бастап болдыңыз онда? Онда Как солай я увидела то, что он лежит на полу. Вот, Яғни? Нет, драка когда была, выстрел еще был. Я вообще не поняла, что там происходило на тот момент. Я хотела разнять. Получается, я из-за этого Равиля. Я знаю то, что он знает их, как бы, они же все равно между собой общаются. Я из-за этого одного из них хотя бы думала, что успокоить. Потащила,
Ну и то он вырвался и дальше побежал. А туда я боялась идти, потому что оқ атылды о жақта. Я не знала, что мне делать. Төбелес болды, оқ атылды. Мен барынша ажыратуға тырыстым, Равильді жетектеп сол үшін алып кеттім. Негізі іс бойынша дәлдеме ретінде танылған видео түсірілім бар, бірақ қазіргі тәртіпке сәйкес біз ол видеоны әлі зерделей алмаймыз. Алайда бұқаралық ақпараттық құралдарда тараған видеоларда сіз ешқандай да шоктық жағдайда болмағансыз. Оны да мен сізге жариялауға тыйым саламын, мемлекеттік айыптаушы. Егер өтініш хатыңыз болса, жариялау туралы. Мемлекеттік айыптаушы, мен сізге қатысты сөйлеп отырмын. Орныңыздан тұруыңызды сұраймын. Егер өтініш хатыңыз болса, бейне жазуды көру туралы, сіз ол туралы сотқа беруіңізге болады. Жоқ, бізде өтініш хат болады, құрметті сот, соңғы ратаман. Жақсы, онда ол туралы айтпасаңыз болады. Одан әрі куәгер Нұрбекова Шерзаттың әжесі оқиғаны видеокамераға түсіріп тұрғанын мәлімдеді. Тағы бір нақтылайтын сұрағым, жаңағы сіз келгенде бір әйел видеокамераға түсіріп тұрды дедіңіз. Сказали, что женщина. Ол әйелді айтыңызшы, кім бұл жерде? Осы оқиғаға кім болады ол кісі? Жаңа төбелес болып жатқанда видеокамераға түсіріп тұрды дедіңіз ғой, бір адам. Ну, я когда вот увидела этот сам процесс суда, вот на тот момент я вспомнила то, что я ее где-то видела, и если мне сюда, то что она была в платке, и я поняла то, что это бабушка. Қайтыс болған баланың Осы менің жаңағы жәбірленушінің шешесі, яғни солай ғой? Иә. Болды, менде басқа сұрақ жоқ. Эльмира Нұрбекова 4 қазан күні берген жауабын жоққа шығарды. Куәгер бұған дейін Нұрқияс, Абзал, Азамат және тағы бір 2 азамат Шерзатты ұрып жатқанын айтқан еді. Ал бүгін білмеймін, есімде жоқ деп жауап берді. Нұрқияс, Равил, Азамат және мен танымайтын 2 жігіт әлгі жас баланы, яғни Полат Шерзатты жабылып ұрып жатты дейсіз. Осы жауапты қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба? Поддерживайте свои показания. Азамат, Абзал. Нұрқияс, Равил, Азамат және мен танымайтын 2 жігіт әлгі жас баланы жабылып ұрып жатты. Еще 2 парня, которых я не знаю, пинали и избивали малолетнего парня. Осы жауапты қолдайсыз ба? Нет, я видела, как они там бегали туда-сюда, но именно кто там что как делал, точно я не помню уже. Я сама подбежала, я хотела предотвратить, наоборот, драку. Яғни қазір уақытта мына жауабыңызды қолдамайсыз ғой? Не поддерживайте или поддерживайте свои показания? То, что вы сказали. Подтверждайте или не подтверждайте? Тұра тұрыңыз, соттың рұқсаты бойынша ғана тұрып сөйлеңіздерші. 4 қазан 2020. Сізге сұрақ түсінікті ма, куә? Сұрақ түсінікті ма сізге? 4 қазан 2024 жылы берген жауабыңыз. Құрметті сот, бір өтініш жасауға бола ма? Куә қорғаушыға қарап, басын изегеніне қарап жауап беріп отыр. Ескерту жасасаңыз. Сізге сұрақ түсінікті ма, куә? Да, нет, 4, то, что там было, нет. Қолдамаймын. Сот отырысының 2 бөлімінде 2 куәгер Жақсыкелді Дана куәлік берді. Оның айтуынша, мылтық атылған және өз өмірі үшін қорқып, көлікте күтіп отырған. 102-ге, 103-ге хабарласу ойына келмеген. Сондай-ақ басты күдікті Абзал Шынасылдың қолынан пышақтың жүзін көрген. Ол Дейзи сусынымен пышақты жуып, қол іздерін кетіргісі келген. Жасадымда айғаладым, ұлдарға қайтайық деп. Ол кезде бірақ ешкім естіген жоқ, мен қайтадан машинаға келіп отырдым, сол жақта күттім. Сол кезде білдіңіз бе, негізі төбелес не үшін басталған? Жоқ, білген жоқпын. Сіз нақты қандай әрекет жасадыңыз ма, жанжалды болдырмау үшін? Мен қолымды сілтеп, ұлдарға айттым, жүріңдер қайтайық дедім. Төбелеспеңдер дедім. Одан кейін мылтықпен атылғаннан кейін мен дальше ештеңе істеген жоқпын. Мен қорықтым. Не үшін қорықтыңыз? Енді мылтықпен атқаннан кейін өз өмірім үшін қорықтым, шошып қалдым. 102-ге, полицияға, 100-ге, жедел жәрдемге неге хабарласпадыңыз? Ондай ойымда болған жоқ. Бір жағынан мылтықты өмірімде бірінші рет көрдім. Мылтықпен атылғанда бірінші рет естідім. Сосын қорқып машинада отырып қалдым. Өз өмірім үшін қорықтым. Сосын Абзал менен капотта тұрған дизит бере саш деді. Ол еңкейіп тұрған болатын. Қолын сүртіп тұрды ма, бір бәле істеп тұрғандай болды. Сонымен мен дизит алып келе жатқанда құя саш деді. Сонымен құйдым дизидім. Сол кезде құйып атқан кезде басында байқаған жоқпын, кейін байқадым, пышақтың жүзін байқадым. Суда құйдыңыз деген кезде жауабы қандай болды оның? Қол іздері кетіру үшін деді ма? Іздер қалмау үшін деді ғой деймін.
Ауылға путевка алып кетеміз бе деген не сөз? Бұл сөздің астарында не жатыр? Екінші куәгер қыз Нұрқиястың сөзін дәлме-дәл айтып берді. Сол дүкеннен шыққаннан кейін, содан кейін барлығымыз қайтадан Шыңғыстың автокөлігіне отырып, Талғар қаласынан шығып кеттік. Жол бойы Нұрқияс біреулермен телефон арқылы сөйлесіп, қайдасыңдар, жоғары жаққа өзіміздің Питаққа барайық деп айтты. Сонымен қатар өзара қалжыңдасып, ауылға путевка алып кетеміз ба енді деп айтып отырды. Ауылға путевка алып кетеміз ба деген нәрсені түсіндіріп айтып бересіз ба? Жоқ, оны мен түсінген жоқпын. Мен естігенімді ғана айттым. Жоқ, ең бірінші сұрақ, ондай сөздер болды ма? Иә, оны мен жаңа айттым ғой басында. Питаққа шақырды. Жоқ, ауылға путевка деген. Иә, болды. Ауылға путевка алып кетеміз ба деген кім айтты ол әңгімені? Нұрқияс айтты. Оның астарында не жатқанын білесіз ба? Не туралы болғаны? Жоқ, білмейді екенмін. Себебі мен мән берген жоқпын. Үшінші куәгер ретінде 19 жастағы Розбакиев шықты. Ол Нұрқияс пен Абзалды танитынын айтты. Розбакиев Талғардағы төбелес біткен соң ғана келген. Нұрғанат пен Шерзатты әкесі көлікке салып жатқанын көрген. Және Талғарда үлкен кіші деген ұғымның жоқ екенін, тек сыйластықтың барын айтты. Сондай-ақ Абзал Шынасыл куәгерге болған төбелестің ешкімге айтпауын ескерткен. Кейін сот алдына куәлік беруге Қазыкенов Арлан есімді 2005 жылғы азамат шықты. Ол да куәгер Розбакиевтің сөзін қайталады. Сот отырысы ертең сағат 10:00-де жалғасады. YouTube арнасы қосулы болсын.